жай хизби қызмет атқарғам. Кейінгі осы ұсталарым осы Шымкент өңірегінде хизбтің басқарған. Қазақстан Республикасының заңдарына қарама-қайшы іс-әрекет істеп жүргенінде түсінгем. Сол түсіне тұрып сол іске барғаным. Нан кейін осы 2007 жылы қаңтар айының бас жағында осы ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері арқылы ұсталып 6 жыл жалпы режимдік бас бостандығынан айырылдым. Оппозиционно настроенная к правительству группа шариатского толка. То есть призывы, лозунги шариатской исламской подпиткой, но если так внимательно посмотреть, то что цель и настрой был такой, чтобы противопоставить себя государству, действующему строю, политическому режиму и тому подобное. Поэтому перед арестом, во время и уже отбывая срок, я пришел к такому выводу, то, что дальнейшее мое пребывание в ее рядах нецелесообразно и пагубно будет и для меня, и для моих близких, и для моей семьи. Хаит государство, правящий строй, и говорит предлагает мусульманам другой вариант. На самом деле она не предлагает мусульманам другой вариант, потому что она не может предложить это. Ну, мы понимаем реально, что нереально. Все. Она предлагает фантазии какие-то и все. На самом деле она не предлагает никакого замена, просто критикует. Мешіттегі ауырлардан хизб туралы түсініп, сол себепті хизбті қабылдадым. Кейіннен осы хизб тақыр ілімдерін алып, соның ілімдерімен әрекет еттім. Сол ауылдық мешітте, өзім ауылдық жерден болам, Қызылорда облысында. Сол жерде ауыл жерге келіп, сол жерде ілім алғам. Кейіннен осы 2006 жылы Қарағандыдан ұсталып, сол Қарағандыда ұсталып, 6 жылға бас бостандығынан айырылдым. Осы іс бойынша, хизб тақырирдің ісі бойынша 6 жыл бас бостандығынан айырылып, қазіргі кезде жазамды өтеп жатырмын. Білімсіздіктен, діни білімнен жоқ салдардың себебінен осындай қазіргі таңда түрмеде қамалып отырмыз қазіргі таңда. 8 жылдан бері осы Хизб ut-Tahrir партиясында 2006 жылы сол партияда болғанбыз. Кейін өз еркімізбен ол партиядан бас тартып қойғанбыз. Сол Кентау қаласында Абдулла деген бір баладан сол сұхбат алып, сол жақтан Хизб ut-Tahrir мүшесіне мүшелікке кіріп, сол мүшелікте болып, ары қарай сол осы Хизб ut-Tahrir партиясының баспаханасында жаңағы кітап шығаратын баспаханада істедім. Сондықтан сол баспаханада істегендіктен осы 6 жыл бас бостандығынан айырылып, қазіргі кезде оңтүстік Қазақстан облысында Шымкент қаласының түзеу мекемесінде 167-3-те жазамды өтеп отырмын. Яғни осы Хизб ut-Tahrir партиясында болып келіп, яғни діннен ілімсіздігіміз аздықтан, сондықтан әрбір мұсылманда сондай бұл дүниеге келгендіктен Аллахтың разылығын алу деген нәрсе бар да әрбір мұсылманда. Хизб ut-Tahrir ислами саяси партиясына 2002 жылы сол Хизб ut-Tahrir ислами саяси партиясына мүшелікке кірдім. Яғни ислами, яғни Хизб ut-Tahrir партиясында мен өзім Қазақстан бойынша осы партияның яғни кітапханашысы болдым. Онда мен атқарған ісім яғни кітаптар шығару еді. Бұл нәрселердің барлығын талқылап, өздерің үшін біліп алу үшін біліп алуларыңы шақырам. Неге десеңіз, бір жақта шыққан шешім ол ешқашан дұрыс болмайды. Сондықтан қазір 2005 жылы мартта, яғни Қазақстан Республикасының заңы бойынша Хизб ut-Tahrir ислами саяси партиясы ол экстремистік партия болып есептелініп, осы заңға
заң қабылданды. Сондықтан мен айтқым келіп отқан нәрсе, бұл абақтыға келіп, сол нәрселерді түсініп, содан кейін бас тартудың қажеті жоқ. Неге десеңіз, бұл жақта уақыттарыңызды өткізіп аласыздар. Хизбут Тахрир жамағатында әлі сол партияда әлде кеш емес, иншалла. Нараға қамалып барып шыққаннан гөрі қамалмай тұрып ол нәрседен бас тартқан жақсырақ та. Өйткені бұл жерден гөрі бостандық дұрысты. Яғни ол Хизбут Тахрирге Қазақстан діни басқармасы және Қазақстан мемлекетінің заңы бойынша оған тыйым салынған. Оны біз өзіміз бостандықта жүрген кезде білдік, бірақ не қылмадық та, ескермедік.